Судың адам денсаулығына пайдасы. Су кез келген тірі ағза үшін аса қажетті нәрсе. Адам ағзасының 65-75% судан тұрады. Адам денсаулығы жақсы болуы үшін күніне 2 литр су ішу керектігі дәлелденген. Алайда мұнша су не үшін қажет? Достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене әрекеттеріңіз мен үшін үлкен қуаныш және шабыт сыйлайды. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздерге өте пайдалы ақпараттар айтылатын болады. Токсиндерді шығару. Адам ағзасында көптеген токсиндік заттар кездеседі. Өндірістің зияны, пайдасыз тағам, көліктен шығатын шаң тозаң, осының бәрі біздің ағзамыз кезігетін жағымсыз заттардың бір бөлігі. Одан бөлек, тамақты қайта ысыту кезінде көптеген токсиндік заттар пайда болады, ал бұл кейін тамақтан улануға әкеліп соқтырады. Ағзада судың көптігінен біздің бүйректеріміз жақсы жұмыс істеп, несіппен бірге ағзадағы қажетсіз заттарды шығарады. Ағзадағы тағы бір маңызды мүше бауыр да сусыз жұмыс істей алмайды. Ендеше су ағзаңызды қажетсіз заттардан, яғни токсиндерден тазартады. Еріткіштік қасиет. Біздің өміріміздегі көптеген химиялық реакцияларда судың көмегімен орындалады. Ағзадағы барлық заттар тек ерітінді түрінде. Бұлшық ет, тері, сүйек, бұзылған ткандардың қалыпқа келуі, гормондардың синтезделуі, ферменттер, медиаторлар бәрі де суды қажет етеді. Жүрек пен буынның саулығы. Біз қажетті мөлшерде су ішкенде қан жақсы таралады да, атеросклероздың түйіндердің пайда болуына жол бермейді. Сол себепті жүрек талмасы және инсульт сынды аурулардың алдын алады. Буындардың қозғалуы әр ептілігі. Әрбір буында буын сұйықтығы бар. Сол сұйықтықтың арқасында буын қозғалып тұрады. Ал ағзадағы судың аздығы буын сұйықтығының өзгеруіне, құрғауына келеді. Буын қиындықпен қозғалып, біздің белсенді әрекет етуімізге кедергі келтіреді. Денедегі ткандердің қоректенуі. Қан ағзадағы ткандерге оттегі мен қоректік заттарды әкелетін басты тасымалдаушы. Егер біз сұйықтықты аз ішетін болсақ, қан қоюланып қалады да, ең ұсақ буындар, артериол, капиллярдағы қиындық туады. Ал бұл буындар ағзадағы ткандерді қоректендіреді. Одан бөлек, оттегі мен қоректік заттарға ағзаға сіңуі үшін де аса су көп мөлшерде қажет болады. Ас қорыту. Су ас қорыту жүйесіне аса қажетті элементтердің бірі. Судың көмегімен ас қорытылады, ол тағамды қорытады. Сондықтан керек емес заттарды шығару үшін ішекке жеткілікті көлемде су болуы керек. Егер сіздің ішіңіз ауыратын болса, су ішу режиміңізге мән беріңіз. Өйткені дәріге жүгіргеннен бұрын су ішуді арттыру да жеткілікті болуы мүмкін. Иммунитет және су. Су иммундық жүйенің қызметін жақсартады. Біріншіден, иммундық жүйе ағзаға қан арқылы таралады. Ал қан қоюланып қалса, ұсақ буындардың арасына жетуі неғайбыл екенін жоғарыда айттық. Екіншіден, иммундық жасушалардың пайда болуы суды қажет етеді. Үшіншіден, несептің дұрыс айдалмауы және керек емес заттардың ағзадан толық кетпеуі иммунитетті түсіреді. Су дене температурасын реттейді. Сіз спортпен шұғылданған кезде, немесе ауа ыстық болса, ағза ыстықтан тер шығару арқылы қорғанады. Тері сыртына шығады да, сол әрекетімен ағзаны салқындатады. Айтпақшы, тері токсиндерді шығарудың тағы бір жолы екенін ұмытпаңыздар. Өз ағзаңызға терлеу мүмкіндігін беріңіз. Бұл өте жақсы, ал ол үшін су ішу қажет. Су арықтауға көмектеседі. Егер сіз арықтауды мақсат етіп, диетаға отырып, спортпен шұғылдансаңыз, суды ұмытпаңыз. Су майды жоюға көмектеседі. Әрине, арықтау үшін сіз жүгіріп, спортпен айналысып, терлеу қажет. Алайда, сіз қажетті мөлшерде су ішсеңіз, жаттығудан да жақсы қорытынды шығады. Достар, бұл ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер ақпарат сіздерге пайдалы болса, лайк басып, каналға жазылуларыңызды өтінемін. Рахмет.